Сәлем баршаңызға, парақшама қош келдіңіздер. Бүгін парақшамда гүлдерге, жақсы өсуіне, гүлдемей тұрған гүлдеріңізге, сосын жаңағы кейбір гүлдеріңіздің астынан бір жапырағы сарғайтып, әлсіз болып тұрған гүлдерге пайдаланатын табиғи тыңайтқыш жасап көрсететін боламыз. Яғни үй жағдайында. Бұл табиғи тыңайтқыштың құрамындағы табиғи заттар өсімдіктердің өсуін жақсартып, зиянкестерден қорғауға көмектеседі. Ал кеттік табиғи тыңайтқышымызды жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай бір үштік чеснок, яғни бір дана сарымсақ қажет және 1 литрлік банка қажет. Сонымен қатар мен тағы да көрсете кетейін, өзім үй жағдайында осылай жұмыртқа қабығын кептіріп, майдалап, қуырылған жұмыртқа қайнатпаған. Осыны майдалап, осындай бір ыдысқа салып қойғанмын, уже бітіретін болдым. Жылдың 4 мезгілінде бір ас қасықтан түптеріне салып шығамын. Бұл гүлдердің гүлдеуіне жақсы және жұмыртқаның қабығының бойында кальций болғандықтан гүлдеріңіздің жапырағы, сабағы қатты болып өсуіне жақсы және жапырақтары жап-жасыл болады. Әр гүлдің түбіне осылай бір ас қасықтан салып топырағына араластырып қойсаңыздар да болады. Міне үстінен су құя бересіздер. Бұның ешқандай гүлдерге зияны жоқ. Қолданып көргендер болса, қолданып көрдім деп жаза кетіңіздер. Мен қолданып жүрмін. Осылай бір ыдысқа майдалап салып қойып, шетінен әр гүлге бір қасықтан қолданып жүрмін. Ал чесногымызды жасайық, яғни чесноктан тұнба жасаймыз, табиғи тыңайтқыш. Ол үшін бізге осылай чесноктың бір данасы қажет. Бір данасын күнделікті тамаққа қолданып жүргенде жақсылап ашып аламыз. Чеснок суы саңырауқұлақ ауруларына және сонымен қатар грибковый ауруға қарсы табиғи фунгицид ретінде әрекет ететін болғандықтан көп қолдануға болады. Бірақ шамадан тыс қолдануға болмайды. Қазіргі дозасын толық көрсететін болам. Сол дозасымен айына 1 рет қолдансаңыздар жетеді. Міне майдалап турап аламыз. Бұдан да майда қылып турасаңыздар да болады, бірақ маған өте өзіме осылай тураған ыңғайлы. Міне 1 литрлік банкамызға бір данасын осылай салатын боламыз. Жаңағы көрсеткен бір данасын түгел салмаймыз. Одан бір түйірін ажыратып алып, сол бір түйірі 1 литр суға жетеді. Үйде бөлме температурасында тұндырылған су, жылы су болу керек. Қайнап тұрған ыстық су болмайды. Осылай 1 литр суға құйып қоямыз тұндырылған суымызды. Енді жарық жылы жерге қойып қоямыз. 1 күн бойы тұру керек осы суымыз. 1 күн бойы тұрғаннан кейін пайдалана берсеңіздер болады. Ал мен кеше тұндырып қойған тұнбамды, табиғи тыңайтқышымызды бүгін пайдалануға көрсететін боламын. Міне осылай судың түсі сәл ақшыл болып өзгереді. Одан қорықпаймыз. 1 күннен артық сақтамаймыз. 1 күннен артық сақтасаңыздар, иісі шығып, иісі жағымсыз болып, гүлдің шіруіне де алып келеді. Сондықтан осылай 1 күн сақталғанды сүзіп алсаңыздар да болады. Болмаса осылай ірі туралған болса, менікі сияқты, онда қолмен алып тастасаңыздар болады. Яғни бұдан майда болған болса, сүзіп алғандарыңыз дұрыс. Ірі болса, осылай маған ыңғайлы қолмен алып тастап, суын құя беремін гүлдерге. Бұл чеснок суындағы микроэлементтер, яғни топырақтағы пайдалы микроорганизмдердің дамуына ықпал етеді және өсімдіктердің тамыр жүйесінің жақсы дамуын, яғни жақсартады, дамуына жақсартады. Сонымен қатар чеснок суы топырақты зарарсызданып, зиянды микроорганизмдер мен құрттардың санын азайтады.
осындай табиғи тыңайтқышымызды дозадан асырмай, осы доза бойынша айына 1 рет қолдансақ болады. Шамадан тыс қолданбаймыз және жасап қойған тұнбамызды 3 күн тұрып қалғанын жасамаймыз. 1 күн тұрса болды, жетеді. Әйтпесе жағымсыз иісі шығып кетеді. Сонымен қатар бұл табиғи тыңайтқышымызды орхидея гүліне қолдансаңыздар болады. Себебі орхидея гүлі менде осы табиғи тыңайтқыштан гүлдеген болатын. Сонымен қатар осы табиғи тыңайтқышты гүлдерге шашуға да болады. Гүлдерді осы ерітіндімен суғарғанда немесе су бүріккенде оларды зиянкестерден қорғауға болады. Яғни жаңағы паутиний клещ, тля, одан кейін белокрылка сияқты жәндіктер осы чеснок суының иісінен қашатын болады, жәндіктерден қорғауға болады. Парақшам пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп, тіркеліп отырыңыздар.